7 мамыр отан қорғаушылар және 9 мамыр ұлы жеңіс күні мерекесіне орай Сауран ауданының орталығындағы ардагерлер аллеясында концерттік іс-шара ұйымдастырылды. Шараға Сауран ауданының әкімі Ғани Рысбеков арнайы қатысты. 7 мамыр отан қорғаушылар және 9 мамыр ұлы жеңіс күні аудан орталығындағы ардагерлер аллеясында атап өтілді. Мерекелік шараға аудан әкімі Ғани Рысбеков, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілхан Ахметов, аудандық мәслихат хатшысы Мейрамбек Күнпейісов, ауыл әкімдері, зиялы қауым өкілдері, бөлім басшылары мен өзге де мекеме қызметшілері мен тұрғындар қатысты. Шарада алғаш сөз алған аудан әкімі Ғани Құрмашұлы мен аудандық мәслихат хатшысы Мейрамбек Заманбекұлы және аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сейілхан Абыханұлы құттықтау сөз сөйлеп, әртүрлі сала мамандарына алғыс хаттар мен бірқатар ардагерлерге құрметті ардагер және елеулі еңбек үшін медалін табыстады. Аудан әкімі мен аудандық мәслихат хатшысы ардагерлер кеңесінің төрағасы ардагерлер аллеясында орналасқан Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіш тақтаға гүл шоқтарын қойды. Мына біздің ауданымыздан да 3 батыр шыққан, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Соның бірі мынау Құрманбай Рысбеков, Расул Есетов, мынау Абдулла Сүйенов ағаларымыз. Шындығында да бұлай қарап отырсақ, Құрманбай Рысбек атамыздың артында ұрпақ қалмаған екен. Бұлай 100 жасқа келді дегенмен де, ол кісілер сол кезде 19 жаста соғысқа аттанған кезінде екен. Міне қаншама боздақтар сол кезде отанды қорғау үшін соғысқа аттанды, ерлік көрсетті. Артында мені осы бір атым қалсын деп жасаған жоқ, оның бәрін отанды қорғау үшін жасады. Бір ерлік жасайын деп, ойбай атым қалсын деген жоқ. Бірақ ерлік көрсетті, отанды қорғайын, артындағы ұрпағым жақсы өмір сүрсін деп, осындай бір отанды қорғау үшін аттанды, соғысты. Аты ерлікте қалды. Салтанатты шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Қанмен келген ұлы жеңіске 77 жыл толып отыр. Қазақстан қарулы күштерінің құрылған күніне 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Өйткені отанды қорғайтын қазір бірден бір осы ер азаматтар болғасын. Ол жігіттердің орны ерекше, орны бөлек. Жұмыстан да шаршамасын, тәрбие беруде. Еліміз тыныш болсын. Соғыс ардагерлерінің қазір Сауран ауданы бойынша 2 ақсақалымыз қапты. Біреу Ихан елді мекенінде тұрса, біреу осы қос мезгілде тұрады. Сол ардагерлерімізге Құдай денсаулық берсін. Сол кісілерден алған біз тәрбиеміздің арқасында міне осындай дәрежеге жеттік деп білем. Қазір біз де сол кісілердің жолын жалғастырып, қазіргі таңда жастармен жұмыс жасап жатырмыз. Зере Аралбайқызы, Ханзада Ғаниқызы, Шағзут Мамуров, Арт ТВ жаңалықтары.